Жасанды интеллект арқылы кез келген адамның қолына кез келген өнімді ұстатуға болады. Ол үшін бізге Gemini керек болады. Оны біз жүктеп аламыз немесе браузерге жазып шығарып аламыз. Бірінші, создать изображение басамыз. Плюсты басып, галереядан өзімізге керек суреттерді таңдап аламыз. Адамның, кез келген адамның, және де оның қолына ұстайтын заттың суретін жүктейміз. Және де жазамыз. Қазақшалап, орысшалап, ағылшынша қай тілде жазғыларыңыз келеді жазуға болады. Адам қолына ұстап тұр деп жаздым. Мысалға мен мына адамды жүктедім, қолына телефон ұстап тұр. Енді бұл телефон тікесінен тұр екен, жазайық. Телефонды жатқызып қой. Сондай команда берсек, енді қазір бізге сондай фотоны жасап береді. Бұл кімге ыңғайлы? Товар сататын адамдарға көбінесе ыңғайлы болады, өзінің товарын жарнамалау үшін. Ешкімге ақша төлемей, өзіңіздің өніміңізді осылай жарнамаласаңыз болады. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп кетіңіз.